14 ақпан халықаралық кітап сыйлау күніне орай мектебімізде шын жүректен кітап сыйлау акциясына қатысып, мектебімізге Қасым Қайсеновтың «Жау тылындағы баланы сыйлаймын». Бұл кітап Ұлы Отан соғысы кезіндегі шабуылдар, қиындықтар кезеңін сипаттайды және бұл кітапты оқуға кеңес беремін. 14 ақпан шын жүректен кітап сыйлау акциясына орай мектебіміздің кітапханасына өзімнің жеке кітапханамның ішіндегі 100 ұлы басшылар туралы кітапты сыйға тартамын. Я, Полякова Наталья Анатольевна, хочу вручить эту книгу в рамках акции «Подари школе книгу» от своей дочери, выпускницы 2018 года Поляковой Валентины Сергеевны. Это очень интересная книга «Мир животных». Она будет полезна как детям, так и взрослым. Я пришла в Москве, ученица 6 Б класса, участвую в рамках акции «Подари школе книгу», дарю книгу родной школе. Шын жүректен кітапхана кітап сатамын. 3-ші А сынып оқушысы Сержанова Айелге халықаралық кітап сыйлау күніне шын жүректен өзінің оқыған кітабымды кітапханаға сыйлаймын.